Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қазақтың керемет бешбармағын көрсеткім келіп тұр. Сіздерге бешбармақты қалай пісіру әдісін көрсетейін деп тұрған жоқпын. Қазақ болған қазақтың барлығы оны білет деп ойлаймын. Мен тек екі лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен етімнің барлығын тазалап, жуып дайындап алдым. Алғашқы қазыңды осылай кесіп, менде енді өзімізге ғана дайындағандықтан жартысын ғана алып жатырмын. Қабығынан еті шығып кетпеу үшін осылай тігіп дайындап қоямын. Осындай етіп бітеп қойдым. Және де сиырдың еті және құстың, қаздың осындай кішкене бөлшегін қостым. Ет деген өте дәмді болады. Осындай құстың етін қоссаңыздар, менде қаздың еті. Бірінші лайфхагым, мен етті тұздағанда сарымсақ, бұрыш, тұз қосып, үшеуін араластырып алып, жаңа сарымсақты үккіштен өткізіп алып, барлығын еттің бүткіл жеріне жағып тұрып тұздаймын. Өте керемет, кәдімгі жылқының етінен де артық болып шығады. Солай жасап көріңіздер. Осылай етімді қайнатып алдым. Сол қайнаған еттің үстіне бір жуамызды саламыз. Сорпаға керемет дәмі шығады. Екінші лайфхагым, осындай еттің сорпаның үстіне жарты қасық нан сода салсаңыздар болады. Бұл біріншіден етіңіз егер ірі мал болса, немесе асықсыз болсаңыз, етіңіздің тез пісуіне көмектеседі, және еттің кішкене микробтары өледі екен. Бұны маған бір аспаз апамыз айтқан болатын. Мен оны өзім жақын уақытта білгендіктен көбісі білмейді шығар деген оймен айтып жатырмын. Егер кішкене көмегім тиген болса, мен қуанамын. Және де осылай қайнап жатырған сорпамнан мен сорпа құйып алып, нан бастырамын. Сорпаға бастырғаннан өте дәмді болып шығады. Ұнымызды дайындап алып, кішкене тұзымызды салдым, және де бір жұмыртқамызды дайындап қоямыз. Саламыз, және де жайметеп нанымызды бастыратын боламыз. Сорпаңыз қатты ыстық болмау керек, жұмыртқа пісіп кетпеу керек. Осындай етіп жақсылап, жұмсақ та емес, қатты тастай да емес, тығыз да емес етіп, жақсылап бастырып, мен бір сағатқа қойып қоям, әбден ие қанғанша солай тұратын болады. Менде осындай керемет нан шықты. Және бір сағаттан кейін жұмсақ болып өзінің бабына келіп тұрады. Соны екіге бөліп, илеуге ыңғайлы етіп, тағы да бір жарты сағатқа жауып қоямыз. Келесі кезекте мен картопымды, сәбізімді сорпама салып пісіріп алдым. Сәбізім тез пісу үшін осылай етіп қалың бөлігін, қалың жерін бөліп қоямын. Барлығын сорпамызға саламыз. Астын бір қаттырақ ашып, бір қайнатып аламыз. Тарсылап қайнағаннан кейін жай отта қайтадан бабында пісіресіздер. Мен енді алғашында салған пиязымды алып тастап жатырмын. Бұл енді пайдаланбайсыздар бұл пиязды. Тек дәмін шығару үшін осылай етіп салып қайнатқан болатынмын. Келесі кезекте нанымызды жұқалап, әдемілеп жайып аламыз. Осындай бізде қалыңда емес, қатты жұқада емес, жақсы қамыр жайылды. Енді менің етім пісті. Етім 3 сағат дегенде пісіп тұр. Өте енді еттің дәмі өте дәмді болады. Сіздерге сорпамен, жаңағы сарымсақпен, бұрышпен тұздауларыңызды кеңес берем. Енді мен нанымды салып,
етім, тамағым уже дайын болды менің. Нанымды салып, жақсылап, орташа отта пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғаныңыздай осындай керемет ет дайын болды. Дәмін енді сіздерге сөзбен жеткізу мүмкін емес. Егер менің лайфхагым сіздерге пайдасы тисе, мен өте қуаныштымын. Менімен видеомның соңына шейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.